онкологиямен ауырып жүрген адамдардың бәрі сүйектен ауырып жүр. Мен білемін, біздер больницада жатқан әйелдер бір топта отырмыз. Бәрінің айтатыны мынау. Олардың беретіні дәрі олар беріп жатыр. Оның ішінде химиясы бар ғой. Вообще тәсірі жоқ. Ішіп жатыр 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл ішіп жүргендер бар, не? Ол қайтана сүйек ауру рагына алып барып жатыр оларды, ше. Енді мен мыналарды айтып жатырмын оларға. Олар қорқады, біздерге айтып қойыпты ғой. Витаминдерді ішпең дейді. Ана витаминдер химия алып жүрген адамдардың ана несін тәсірі болмайды да бұл. Ана қайттан қоздырады деп. Сіз іштеңкеге қарамай ішіп бастадыңыз? Жоқ, мен бұны ішпедім. Мен мынадан ішіп бастадым. Сосын мен мынаны іштім міне. Кардицепс. Кардицепс бұл да онкология жақсы. Мен бұны осыдан 15 жыл бұрын білем, бір компания келіп, мен атын айтпай қойын. Сода ішкенмін, екінші осы компанияда мына кардицепс тауып алдым. Мынау онкология ауруға өте мықты мынау, не? Ана ары қарай былай өршіп кетпеуі мынау тоқтатады.